Али! Али, шық бері, Зәуре! Қайдасың, Зәуре? Айсұлу? Балаңа жақсы тәрбие беріпсің. Не болып қалды? Тыныштық па? Бала сенікі. Енді жалтара алмайсың. Келінді қабыл ал. Мен бәрі бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Өз қолынан шығарып салам ба деп армандап едім. Бірақ болмады. Бәріне кінәлі сенің ұлың. Али, мен дұрыс түсініп тұрмын ба? Раушамыз бәрін шешкен сияқты едік қой. Шешкен жоқсың іштегенде. Сен бала мені кемес деп жалтарып, қызымды үйден қуып шығыпсың еңіретіп. Айсұлу, сен олай жала жаппа. Али олай істеуі мүмкін емес. Неге үндемейсің, балам? Бала менікі емес. Бала сенікі. Міне. Тым болмаса анаңның ұялсаңшы. Зәуре, балаңмен дұрыстап сөйлес. Аяғың ауыр болып келген деп, қорлық көрсетуші болма менің қызыма. Оң аяғымен кіргізіп, құтты келін қылып, босағыңнан аттаттырып ал. Ал егерде қорлық көрсететін болсаңдар, менен жақсылық күтпейсіңдер. Айсұлу, ашуыңды бас. Айып бізден. Тура таңғы астың үстіне келдіңдер. Жүріңдер шай ішейік, дұрыстап сөйлесеміз.